Бүгінгі күні 18 сәуір халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындарды қорғау күні қарсаңында тарихи мәдени мұраны қорғау орталығының арнайы декадасы басталды. Бұл декадада бір апта бойы қаламыздың тарихи ескерткіштеріне тазалық жұмыстарын жүргізу, абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. Қазіргі күні Еркін Әуелбек ескерткішінің алдында Шоқан Уәлихан университетінің студенттері мен Абай Мырзахметовтың студенттерінің қатысуымен үлкен экологиялық акция жүргізілуде. Сонымен қоса декада барысында түрлі тарихи орындар мен ескерткіштерімізге ағаштарды егу, көшеттерді отырғызу, оларды абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. 16 сәуір күні халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындарды қорғау күніне қарсаңында үлкен республикалық халықаралық ескерткіштерді қорғау күніне орай республикалық маңызы бар конференция болады. Осы конференцияда ескерткіштерге қатысты, өлкемізге қатысты, тарихымызға қатысты көптеген мәселелер қозғау алып, зерттеліп, түрлі ғалымдар, археологтарымыз өздерінің зерттеу жұмыстарымен бөлісетін болады. Жалпы қаламыздағы және Ақмола облысындағы 1700-ден астам тарихи орындар мен ескерткіштерімізді қорғап, сақтап жүрейік.